Қазіргі таңда ММА немесе аралас жекпе-жек бүкіл әлем бойынша ең қарқынды дамып келе жатырған спорт түрі. Аралас жекпе-жекпен қызықпайтын адамдар кем дегенде бір рет Конор Макгрегор және Хабиб Нурмагомедов туралы естулері бар. Әсіресе біздің елімізде, Қазақстанда аралас жекпе-жек өте жақсы дамып келе жатыр. ММА бойынша Қазақстан бүкіл әлемдік рейтингте қарқынды көтеріліп келеді. Кішкентай балалар UFC чемпионы болуды армандап аралас жекпе-жек өнерімен айналысып жатыр. Көптеген қазақстандық жауынгерлер UFC-де өнер көрсетеді. Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов, Асу Алмабаев және де Азат Мақсум. Бұлардан басқа да әлемдік мықты промоушендерде өнер көрсететін қазақтарымыз бар. Қайрат Ахметов, Артем Резников, Әліби Идіріс, Дәурен Ермеков, Бекзат Алмахан және тағы да басқалары. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздер өмірге азамат және бүгін біз 2023 жылғы топ 5 қазақ ММА жауынгерлері жайлы сөз қозғайтын боламыз. Айтып кететін жайт, бұл топ субъективті түрде, яғни біздің өз ойымыз бойынша жасалған. Және де біз сіздің сүйікті жауынгеріңізді атамасақ, төмендегі комментарийде пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің азаматтық ММА телеграм арнамызға қосылыңыздар. Тек сол жерде сіз UFC-ді тікелей эфирде қарап қана қоймай, әлемдік және жергілікті ММА бокс туралы актуалды ақпаратты ала аласыздар. Сіздерді сонда күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Біздің топта ашып тұрған өткен жылдың соңында Найза 56 турнирінде керемет жекпе-жек өткізіп, әдемі нокаутпен жеңіске жеткен Әліби Идіріс. Аса жеңіл салмақтағы жауынгер 9-0 рекордына ие. Ақтөбе өңірдің тумасы біраз күн бұрын Fight Matrix рейтингінде қарқынды көтерілген болатын. Әуесқой мансабында біраз белестерді бағындырып, кәсіпқой мансабын жергілікті Найза промоушенде бастаған болатын. Қатарынан 4 рет жеңіске жетіп, 2021 жылдың 31 шілде күні Найза Fight Championship'тің аса жеңіл салмақтағы чемпион атанды. Кейін чемпиондық белбеуін сәтті қорғап, мұқтаж жандарға көмектесу үшін арнайы аукционда чемпиондық белбеуін 22 миллион теңгеге сатып, бүкіл түскен ақшаны Асаруме қорына берген болатын. Дәл қазір Әліби Идіріс Қазақстан ММА-сының жарқын жұлдыздарының біріне айналып келеді. Найза лигасының президенті Нұрбек Қарабаланың айтуы бойынша, Әліби әлемдік промоушендерде жекпе-жек өткізуге дайын. Сондықтан UFC және де PFL лигаларымен келіссөздер жүргізіп жатыр. Бәлкім 2024 жылы Әліби Идірісті UFC сапында көретін шығармыз. Келесі орында 17-1 рекордына ие жеңілдеу салмақтағы ең үздік қазақ жауынгері Бекзат Алмахан. 25 жастағы жауынгер 8 жыл каратэмен, 1,5 жыл бокспен айналысқан. Кәмелеттік жасқа толғасын Алматы қаласында кәсіпқой мансабын бастаған болатын. Дебюттік айқастарын 2016 жылы бастап жекпе-жек және Алаш Прайд лигаларында өткізген. 2020 жылы бір күндік Бушидо гран-приіне қатысып, 2 жекпе-жекте жеңіске жетті. Алайда ақтық мәреде төрешілердің шешімімен жеңілген болатын. Кейін қатардан 9 жекпе-жекте нокаутпен жеңіске жеткен болатын. Бекзат Алмахан әмбебап жауынгер болып қана қоймай, ауыр соққылардан кейін тезірек өзіне келіп, намысты қолдан бермей жеңіске жете алады. 2023 жылдың басында Бекзат Алмаханды авторитетті ММА Junkie сайты UFC-ге қосылуы керек ең үздік жауынгерлер сапына қосқан еді. Біраз уақыт бұрын UFC матчмейкерлері Бекзаттың жекпе-жектерін қарап, оны өздерінің лигасында көргісі келетінін айтты. Сондықтан жақын уақытта Бекзат Алмаханды UFC сапында көретін боламыз. Топымыздың қола жүлдесін UFC сапында өнер көрсететін Азат Мақсум алып отыр. Азат туралы біз арнайы видео жасаған болатынбыз. Төмендегі сілтемемен өтіп қарасаңыздар болады. Қысқаша айтып кетсек, Азат Мақсум 17-0 рекордына ие. 5 рет нокаутпен, 7 рет сабмишнмен және де 5 рет төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Азат Мақсум таза қазақстандық өнім. Себебі ресейлік лигада өнер көрсетпей Қазақстанның евразиялық промоушені Октагонда өсіп UFC-ге жеткен болатын. Азат Мақсум Октагон лигасының аса жеңіл салмағындағы чемпионы. UFC-дегі алғашқы жекпе-жегінде өте тәжірибелі Тайсонмен кездесіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын. Ал тап кеше ғана Азат Мақсумның UFC сапындағы екінші жекпе-жегінің қарсыласы белгілі болды. Кезінде Жалғас Жұмағұловпен кездесіп жеңіске жеткен Чарльз Джонсон 3 ақпан Азат Мақсумға қарсы тұрады. Біздің ойымызша, бұл жекпе-жекте Азат жеңіске жетіп, 2024 жылдың соңына дейін өз салмағында топ 5-ке кіре алады. Келесі орында Зулфиқар лақабатына ие Асу Алмабаев. 29 жастағы батырымыз кәсіпқой мансабын 2013 жылы бастап 20 жекпе-жек өткізген болатын. 18 жеңіс пен 2 жеңіліс. ACB, MC Fight Night, M1 Global, Найза және Brave лигаларында өнер көрсеткен болатын. Кәсіпқой мансабын Алтын Орда базарындағы жұмыспен бірге ұстап, біраз белестерді бағындырған болатын. Асу M1 Global промоушенның аса жеңіл салмақтағы уақытша чемпионы және де Brave лигасының үздік жауынгері атанған. 2023 жылдың 5 тамызында UFC
сапындағы алғашқы жекпе-жегін өткізіп, Оди Осборнды қылғындыру әдісімен жеңген болатын. Солай бірден UFC матчмейкерлердің көзіне түсіп, $50 000 бонусқа ие болған. Дәл қазір Асу өзінің UFC сапындағы келесі жекпе-жегіне дайындалуда. 9 наурыз UFC 249 турнирінде CJ Vergaraмен жекпе-жек өткізеді. Сондықтан Асуға бұл жекпе-жекте жеңіске жетіп, чемпиондық жолында сәттілік тілейміз. Бірінші орынға көшпес бұрын өзімнің қосарым бар. Бұл топқа біраз мықты жауынгерлеріміз қосылмай қалды. Қайрат Ахметов, Жалғас Жұмағұлов, Сергей Морозов, Артем Резников және тағы басқалары. Алайда арнайы экстра орынға осы жылы топ жарып, барлығының көзіне түсетін жауынгерді атағым келеді. Бұл Нұрбек Қабдырахманов. Найза промоушының жартылай жеңіс салмағының чемпионы 9-2 рекордына ие. Және де қатарынан 6 рет уақытынан бұрын жеңіс сериясында келе жатыр. Кәсіпқой мансабын 2017 жылы бастап біраз мықты промоушендерде жекпе-жек өткізді. Соңғы жекпе-жегінде Fight Nights лигасының чемпионы өте тәжірибелі Мұхаммед Иминовты техникалық нокаутпен жеңіп, Найза лигасының чемпионы атанды. Сонымен қатар осы жылы Америкаға виза алып, UFC-ді ішінен көріп келді. Сондықтан Нұрбек Қабдырахманов 2024 жылы ең үздік жауынгерлердің бірі атанып, әлемдік топ лигаларға ауысуы мүмкін. Және де өздеріңіз түсініп тұрғаныңыздай, біздің тобымызды басқарып отырған 18 жекпе-жек, 18 ұтыс және барлығын уақытынан бұрын аяқтаған әлемдегі жалғыз жауынгер Шавкат Рахмонов. Шавкат туралы біз арнайы видео жасаған болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Шавкат мансабын 2014 жылы бастады. М1 промоушнның чемпионы және де UFC-дегі жартылай орта салмақтағы чемпиондыққа басты үміткер. Намат, яғни көшпенді атты лақабаты өзіне толығымен сай келеді. Себебі көрші Өзбекстан жерінде дүниеге келіп, кейін Қазақстан еліне көшіп келген. Қазақстандық жекпе-жек спорт түрлеріндегі басты жұлдыз, қарапайым және де қорқытатын күшке ие жауынгер. Бір ай бұрын тәжірибелі және жұлдызды Стивен Томпсонды қылғындыру әдісімен жеңіп, келесі жекпе-жегіне дайындалуда. Біздің ойымызша 2024 жылдың соңына дейін Шавкат Рахмонов UFC чемпионы атанады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің топпен келіспесеңіздер, төмендегі комментарий батырмасында өздеріңіздің топтарыңызбен жауынгерлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Және де біздің Азамат АМ телеграм арнамызға қосылыңыздар. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.